Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Фарида. Біз бүгінгі сабақта крючокпен тоқудың екінші сабағын бастаймыз. Біз алдыңғы сабақта воздушная петля тоққанбыз. Енді біз бүгін столбик без накида тоқимыз. Ол белгісі осылай плюсик белгісімен белгіленеді. Енді бастаймыз. Біз алдыңғы сабақта воздушная петля арқылы цепочка тоққанбыз. Енді біз осыны ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін соңғы петляға крючогымызды іліп аламыз. Мына біріншіге емес, келесі петляға кіргізіп іліп аламыз. Бізде крючокта екі петля тұр. Осы екеусін бірге тоқимыз. Келесі бірінің артынан бірі осылай жібет. Екі петля бізде, осы екеусін бірге тоқимыз. Мына жақтан іліп аламыз. Крючокта екі петля тұрады, ол екеусін бірге осылай тоқимыз. Түсінікті болушы міне. Бұл узор бізде столбик без накида деп аталады. Сонда бізде осындай узор пайда болды. Менің каналым ұнап жатса, подписка жасап, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.